сен бастауыш оқып жүрген кезде және де 7-8 сыныптарда оқып жүрген кезде мен мектеп бітірген кезде миллионер боламын деп армандаған шығарсың. Бұны орындау мүмкін, бұны сен орындай аласың. Қалай және де қандай способпен, қандай амалдар арқылы, оның барлығын бүгін айтатын боламыз. Достар, міндетті түрде сондықтан да каналға тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер, комментарий жазып кетіңіздер, бұл видеоны достарыңызға таратып жіберіңіздер, және де менің құлағыма назар аудармай ақ қойыңыздар. Бұл неге десеңіздер, сіздерге дыбыс жақсы естілу үшін болашақта алла қарап жатса микрофон алатын шығармыз. Ал қазір бұған назар аудармай ақ қойыңыздар. Енді кеттік, бастаймыз. Сонымен, ең бірінші жол сен өзіңнің сүйіктісіңді анықтау керексің. Не үшін өзіңнің сүйіктісіңді анықтау керексің? Не үшін бұл өте маңызды? Себебі сен бизнес бастаған кезде саған ақша керек қой. Әрине сен бизнесті өзіңе ақша табу жолында мақсат жасайсың. Бірақ егер сен өзіңнің сүйіктісімен айналысып тұрсаң, егер сен өзіңе ұнамайтын іспен айналыссаң, және де бұл бизнес саған кәдімгідей вдохновение, мотивация бермесе, онда сен ол бизнесті лақтырып кетуі мүмкін, және де ол бизнес сенмен қатты бір мотивация бермеуі мүмкін. Өйткені бизнестің сен төменге қарай шыққан кезде бұл саған ұнамай кетуі әбден мүмкін. Біз мысалы осы жылы достарымызбен бірге мектепте бизнесқа шығымыз келген болатын. Өткен жылы сыныптастарымызбен бірге бір 4-5 баладай болды, жинадық, ақшаны былай жинадық. Сосын тауар алып, сол тауарды сатқымыз келді. Басында жинадық, былай өзімізге басында ұнаған еді, дегенмен де кейін бұл бізге мүлде ұнамай кетті. Бізде сосын 9 бітіргеннен кейін енді көбісі кетіп қалды. 1-2 бала ғана қалдық. Ол екеуміз тоже былайша айтқанда бизнесті әрі қарай жалғастыруды мүлде ойламадық. Олар да жалғастырған жоқ. Осылайша бизнесіміз тарап кетті. Яғни сенде духовный ақша жоқ. Сенде духовные деньги это лучшие деньги деген сияқты ғой. Мінекей, сондықтан да бизнес бастаған кезде сенде ең бірінші өзіңнің сүйіктісіңді, сен не нәрсені қалайсың, не нәрсе саған энергия береді, не нәрсе айналысқан саған ұнайды деген сияқты нәрсені сен өте маңызды білуің керек. Және де бұл жерде плюс бонус деп айтып кетейін, міндетті түрде бұл жерде сүйіктісің болмауы да мүмкін. Сен бұл жерде өзің қай жерден экспертсің, соны алып кетуге болады. Мысалға, сен бір алып сатудан экспертсің, контент жасаудан сен мысалы экспертсің. Сен қандай видеолар мықты болатынын білесің, қандай наушникпен қолдану керек екенін жақсы білесің, қалай эффект жасау керек екенін білесің. Осының барлығын білесің, және де осы арқылы сен өзіңнің бизнесіңді жасап тастауға болады. Мінекей, сондықтан да бұл жердегі ең бірінші қадам, ең бірінші мектепте бизнес бастау үшін қадам, өзіңнің сүйіктісіңді анықтау, не болмаса өзіңнің қай жеріне экспертсің, сол сфераны, сол маманды, сол облысты таңдау. Мінекей, сен таңдап болғаннан кейін біздегі екінші кезек өзіңнің профиль, өзіңнің аккаунтыңды жасау. Аккаунт дегенде бұл жерде сен өзіңді личность ретінде құрайсың. Сен бұл жерде өзіңді тұлға ретінде қалыптастырасың. Мысалға, сенімен адамдар амандасқан кезде сен нақты білу керек. Мысалға, сен ән айтасың, демек сенімен адамдар сөйлескен кезде, мектептегі әсіресе адамдар сөйлескен кезде сені нақты бір адам ретінде тану керек. Мысалға, сен әншісің, жаңағы айтқандай, сенімен амандасқан кезде ол сені әнші деп танып тұру керек. Сен дизайнерсің, демек сенімен сөйлескен кезде сенімен адамдар бір дизайн туралы айтуға тырысу керек. Сен футболшысың, сенімен сөйлескен кезде адамдар футбол туралы айту керек. Қалайсың, футболист деген сияқты, анда ойнап айтса да, бұл сен үшін жақсы болады. Бұл сен үшін өте жақсы болады. Бұл сені тұлға ретінде қалыптастырады. Бұл сені кім екеніңді, личностіңді мынандай соображение жасайды. Сондықтан да екінші кезек бұл сенің өзіңнің личностіңді жасау. Және де бұл жерде тағы да бір кеңес, тағы да бір бонус. Өзіңнің инстаграмында арнайы бір сол сфера бойынша, сол облыс бойынша жасасаң тіпті жақсы болады. Неге? Өйткені мысалы сен әншісің, сен нақты бір жаңағы айтқандай әншіні келтіре берейік әрі мысал ретінде. Сен тек қана ән туралы пост салу керексің, ән туралы рилс салу керексің. Мысалға, инстаграмға, тиктокта да сондай, ютубта да сондай. Кез келген бір социалды желіде, әсіресе инстаграм қазір мынандай не ғой, приложение мынандай бір керемет сала ғой, соцсети. Сондықтан да сол инстаграмнан жассан болады. Мысалға, бірдеңе қызы әнші деген сияқты, эстрада әншісі, кюп-поп әншісі деген сияқты. Осылай бір өзіне керек бағытта таңдауына болады. Мінекей, бұл бізде екінші жол. Бұл екінші жолды жасағаннан кейін үшінші жол, бұл туралы барлығына айту, бұл туралы барлығына тарату. Және де өзіне келген мүмкіндіктердің барлығына я деп жауап беру. Бұл бізге үшінші, мен осындай төртінші кезек осылай қосылып кетіп бірден айтып отқаным. Неге? Себебі мектеп оқып жүрген кезде негізінде байқаулар көп болады, олимпиадалар көп болады. Негізінде олардың барлығы менің ойымша бір тиімсіз болғанымен, бірақ егер де сен шынымен де соны қалап тұрсың, шынымен де сол мамандықты білгің келіп тұрса, онда саған сондай бір мүмкіндіктерге деп жауап беру керек. Мысалға,
сен жаңағындай әншіні ары қарай берейік, иә, сен әншісің, бір концертке бәрібір де концертте де мысалы әндер керек болады, ән айтатын адамдар керек болады. Сол кезде бір отрывокқа шығып ән айтып берсең күшті болады. Одан кейін сен толықтай бір концертіңді жүргіздіріп кетуі мүмкін мектепте. Неге жоқ? Неге өзіңнің әндеріңді құрап, сол әндеріңді таныстыруға болмайды? Болады әрине. Инстаграм арқылы соны алып шығуға. Одан кейін сен осы әнді жасағаннан кейін сен қалалыққа шығасың. Одан кейін республикаға, одан кейін бір шетелдерге шығасың. Осылайша сен кәдімгідей толықтай барша әлемге танымал, немесе барша Қазақстанға танымал бір әнші болып кетуі мүмкін. Тура осы кез келген салада сен өзіңнің бір футболшы болсаң, барлық жарыстарға қатысып, өзіңнің футболдағы тренировкаларыңды, ойындарыңды инстаграмға салып, осылайша сен өзіңнің нақты сүйіктісің арқылы өзіңнің личностыңды құрай отырып, сол личность арқылы барлық мүмкіндіктерге я деп жауап беріп, басқалардың бүкіліне көмектесейін деген сияқты мағынада жауап берсең, онда сен мектепте өзіңнің бизнесіңді құрай аласың, және мектеп бітіргеннен кейін тіпті миллионер болып кетуің де әбден мүмкін. Мысал келтірейін, мен 1,5 жыл бұрын фриланста үйренген болатынмын. Фриланс академиясында оқып үйреніп алған болатынмын. Дизайн жасауды, сайт жасауды, презентациялар жасауды, осылардың барлығын үйреніп алған болатынмын. Одан кейін мен өткенде ғана мысалы ютубқа видео салған болатынмын. Қалай презентация жасауға болатынын, супер презентация жасауға болатынын, осыны ала отырып мен бүкілін айтқан болатынмын. Мысалға бір бала өткенде маған жазды, Нұрдәулет, сендер қазақ әдебиетінен, енді параллель сыныпта оқиды, Нұрдәулет, сендер қазақ әдебиетінен сайт жасадыңдар ма, не туралы сайт өттіңдер ма, алаш туралы сайт өттіңдер ма дедім. Жоқ, бізге ондай берілген жоқ деді. Сосын айтты, жасап берейін ба дедім мен оған. Өзім предложить еттім да ол балаға. Сосын ол айтты, жасап берші деді. Давай мен ақшаға дедім. Жарайды деді. Басында 300 теңге болды, сосын келесі бір сайтқа 500 теңге, солай мен гонорарымды өсіріп, адамдарға заказдарымды көбейтіп, мінекей осылайша мен қосымша бір табыс, тіпті басты табыс десем де болады, осылайша создать еткен болатынмын. Тіпті бұл жерде тағы да бір керемет нәрсе, мен өзімді бір мотиватор сияқты таныстырдым ғой. Мотиватор, адамдарға кеңес айтамын, болашақ мұғалім деген сияқты. Мінекей инстаграм арқылы жүргіздіре отырып, ютуб арқылы жүргіздіре отырған донат жасай бастадым. Ссылкасы астында. Донат каналды қолдап кетіңіздер. Бұл менің каналыма өсуіне және де сіздерге кеңестер көбеюіне мүмкіндік береді. Мінекей осылайша бір донат создать ете бастадым. Болашақта әрине бұл өсе бастайтын болады, түрлі бизнестер аша бастайтын болады. Сен де оны расширять ете бер. Мінекей осындай жолдармен мен мектепте қазір өзімнің доходымды создать ете бастадым. Сендер де дәл осындай, сіздер де дәл осындай доход создать етулеріңізге болады. Видео пайдалы болса, міндетті каналға тіркеліп кетіңіздер. Бұл видеоны тағы да айтамын, достарыңызға таратыңыздар. Менің соцсетилеріме жазылыңыздар және де донат жасап кетіңіздер. Рахмет көп, барлықтарыңызға рахмет көп. Келесі видеоларда кездескенше.